Қалқанша без гормондары анализін талдап үйреніңіз. Қалқанша без гормондарын тексеру үшін ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, антитипо, антитг анализдерін тапсырамыз. ТТГ-ның референстік нормасы 0,4 пен 4-тің арасында. Бұл цифрадан жоғарылауы гипотиреоз, ал төмендеуі гипертиреоз деп аталады. Егер сіз жүкті болсаңыз немесе жүктілікті жоспарласаңыз, ТТГ 2,5-ға дейін болуы керек. Свободный Т4 пен свободный Т3-тің референстік нормалары осындай, ал одан жоғарылауы гипертиреоз, төмендеуі гипотиреоз деп аталады. Анализде ТТГ-ңыз аздап жоғарылаған немесе норма, свободный Т4-іңіз төмендеген болса, йод, белок, цинк, селен, темір дефициті бар екендігін көрсетеді. Яғни, без жұмысына осы витамин микроэлементтердің дефициті кедергі келтіріп жатыр. Сондықтан олардың дефицитін толтыру керек. Бұл витамин микроэлементтердің емдік және профилактикалық дозасы, жақсы сіңімді формалары, фирмаларын білгіңіз келсе, менің гормон семдел атты проектіме тіркеліп алыңыз. Проект туралы толық ақпаратты актуальныйға сақтап қойдым.